Қайырлы күн қазақ елі. Мен Алматы қаласы Еңбекші қазақ ауданы Достық ауылының Алтынбике Бертаева мектебінің оқушысы Ахметжан Наиля. Ұлтым ұйғыр. Мен қазақша сөйлеймін акциясына қатысып, Райымбек поэмасын оқимын. Райымбек. Қара таудың басынан көш келеді. Қара жорға шайқалы бос келеді. Қара күнді жамылып қара қазақ, қара түнді басынан кеш келеді. Қара қайғы көрсетпе ештеңені, қара жау қанатын кескенеді. Шұлғау болып қыздардың кестелері, талай қара шаңырақ өшкен еді. Қара таудың басынан көш келеді. Қара жұртта бықсыған шалаға алған аналардан, ескеткен балалардан, талда таппай қарамауға жағалаудан, ақыл қашқан адыра бабалардан. Қандай қарғыс аттеген қайран елді қайда барып тығылар паналауға, қайда барып қалжырап жатыр екен, қандай сордың сортаңын татар екен. Көр болса да болса екен қазақ жері болғасын атам екен. Көш келеді, боздатып боздалады. Көз ұшында боз-сағым қозғалады. Әлде кімнің естілсе созған әні, әлде кімдер аңырап жоқтау айтса, әр кеудеде бір шемен қозғалады, әр қазақтың естіліп боздағаны. Қауқары жоқ, қайран жұрт қайран халық. Сайран салып жатушең жайлау барып, опат болып ағордан ойранданып, қара жауың әкеліп қара қайғы тас уаттау төбеңе тайран қағып. Аңырауды доғарып құттан қазақ, 6 жасар ұлыңды майдан қалып.